Серхат Зейнеппен кездесуім керек еді деп Зейнепке хабарласады. Бірақ Зейнеп жауап бермейді. Серхат Зейнепті уайымдап мектепке келеді. Серхат Зейнепке: мен саған бірнеше рет хабарластым, бірақ сен жауап бермедің. Сені уайымдап жұмысыңа келдім дейді. Зейнеп: мен телефонымды кабинетте ұмытып кетіппін, кешір. Мұғалім Левент зейнетке шығып жатыр, біз соған торт кестік дейді. Зейнеп Серхатқа уәде еткендей балық сэндвичін алып береді. Зейнеп: біртүрлі екен, сен балық сэндвичін жеп отырсың, бұлай болады деп ойламаппын дейді. Мен сені алғаш көргенде қандай дөрекі әрі қатал адам деп ойлағанмын, бірақ қателеспін дейді Зейнеп. Серхат: ал мен болсам сені алғаш көргенде қандай қырсық, әрдайым өз айтқанынан қайтпайтын адам деп ойладым, және қателеспеппін дейді. Зейнеп: ал мен Кадерді алып келгенде сен маған осында қалмасаң Кадерді балалар үйіне тапсырамын деген едің ғой дейді. Серхат: иә, сен Кадерді алып келген кезде мен саған қатты ренжіп сені жек көргенім рас дейді. Азра ажырасу қағазына қол қоюға Джиханның үйіне келеді. Үйде ешкім жоқ па дейді. Джихан: жоқ, анам жаңа ғана шығып кетті, ол сені көргісі келмейді дейді. Джихан Азраға қағаз береді. Азра: бұл не дейді. Джихан: бұл біздің қарым-қатынасымыз туралы құпия келісім дейді. Азра: мен бәрібір ешкімге ештеңе айтпаймын деп айттым ғой. Жарайды, қол қоя саламын, қиын емес. Джихан: айтпақшы, анаң туралы естідім, ауруханада екен ғой дейді. Азра: иә, анам реанимацияда дейді. Джихан: реанимацияның өзі қымбат қой, қалай төлейсің дейді. Азра: бір мәнісі болар дейді. Джихан: ақшаны Мұстафа берді ме? Тибет оған қарызға ақша берген екен ғой дейді. Ол ақшаны қайтаруға Мұстафаның қалтасы көтере ме дейді Джихан. Азра таңғалып: Мұстафа Тибеттен ақша алды ма не дейді. Джихан: сен білмедің бе? Бері айтты. Мұстафа сенің кесірінен зардап шегетін болды. Ақша мәселесіне келгенде Тибет өте қатал дейді. Өзіңді де Мұстафаны да мына жоқшылықтан құтқар, одан да үйге қайт дейді. Азра: жоқ, ондай болмайды дейді. Азра ашуланып Берактың үйіне келеді. Берак: Азра, анаңа операция жасалды ма дейді. Азра ашуланып: сен Мұстафаны ақша қарыз алу үшін Тибет деген өсімқорға жіберіпсің ғой дейді. Берак: сенің анаңа ақша керек еді ғой, мен соған көмектескім келді дейді. Азра: егер бұл ақшаның қайдан келгенін білсем алмас едім дейді. Берак: сонда не істер едің? Ақшаны қайтартып операция жасалмас беді дейді. Азра: Мұстафа ол ақшаны маған досымнан алдым деп айтты дейді. Берак: Мұстафаның қандай досы бар екен мұндай ақшаны бере салатын? Сен бәрін білдің, ол мұнша ақшаны таба алмайтынын білдің, бірақ бұған көз жұма қарадың дейді. Азра: мен білген жоқпын деп ағынан жарылады. Берак: шынымды айтсам, Азра, мен сені қатты құрметтеймін. Сен анаң үшін, өзің үшін бәріне дайынсың дейді. Тіпті екеуміздің ұқсастығымыз да бар дейді. Азра: мен сендей емеспін, Берак. Мен сендей қатыгез емеспін дейді. Берак: қарашы өзіңе, сен менен де жамансың. Мен кем дегенде маған тиіспесе, мен ешкімге тиіспеймін. Ал сен ше? Мұстафа тыныш жүрген еді, сен оны қиындыққа салдың. Азра: жоқ, бұл өтірік дейді. Берак: Мұстафаны сен өзің араластырдың. Міне, күйеуіңнен ақшасыз кетудің салдары осындай болады дейді. Азра мен Берактың әңгімесін Тюлай естіп қояды. Тюлай Азраның артынан жүгіріп шығып: сонда сен ажырасқанда күйеуіңнен ақша алмадың ба? Сен менің қарызымды қалай төлейсің енді дейді. Азра: сен Берак екеуміздің әңгімемізді тыңдадың ба? Мен бір жолын табамын, саған төлеймін дейді. Тюлай: әрине табасың. Ертең маған ол ақшаны әкеп бересің дейді. Егер ертең әкеп бермесең, Джиханбейге қарсы жасалған айлаңның бәрін айтып беремін. Мені ашуландырма, саған оңай болмайды енді дейді. Тибеттің қарызын төлеу үшін Мұстафа түнде де жұмыс істейді. Әкесі Мұстафаға: күндіз базарға барып жұмыс істеп жүрсің, шаршап қаласың ғой дейді. Мұстафа: ештеңе етпейді, жаспыз ғой дейді. Азра Мұстафаның артынан шығады. Сен Тибеттен операция үшін қарыз алғаныңды білемін дейді. Мұстафа: қайдан білдің дейді. Азра: қайдан білсем де бәрібір емес пе? Сен менің кесірімнен сол қорқынышты адамға қарыз болып қалдың дейді. Мұстафа: ештеңе етпейді, қарызды қайтарамыз, уайымдама. Қажет болса үшінші жұмыста тауып істеймін дейді. Сен де жұмыс тауып істейсің. Егер біз бірге болсақ, бәрін де жеңеміз дейді. Азра: Мұстафа, кейін сен мені жек көріп кетпейсің бе дейді. Мұстафа: сені жек көру мүмкін емес, ешқашан олай болмайды дейді. Екеуін анасы терезеден көріп тұрады. Азра үйге кіргенде Мұстафаның анасы Азраға: көшеде бұлай екеуің бірге көзге көрінбеңдер. Жұрттар, көршілер жаман ойлап қалады. Бұл сендердің райондарың сияқты емес, бұл жақта өсек тез тарайды дейді. Тибет Берактың үйіне келеді. Берак ашуланып: сен неге келесің? Сен менің күйеуім де емессің, мен сенің көңілдесің емеспін дейді.
Тибет, сен менің сүйікті болашақ әйелімсің, бұл жеткілікті емес пе дейді. Берак, айтарыңды айт та кет дейді. Әйтпесем Серхат келсе, проблемаң болады дейді. Тибет, Серхатқа қарсы ашқан ісің бітпей тұрып үйленіп алайық дейді. Берак, жоқ, мен сотқа арыз беруге келістім. Енді қысым жасама. Мен сенімен өмір сүргім келмейді дейді. Қажет болса бастығыңа хабарласамын дейді Берак. Тибет, кімге қаласаң соған хабарлас. Маған қорқатын ештеңе қалмады. Қоңырау шал, оның не айтатынын көрейік. Үйің әдемі екен, мүмкін үйленген соң осында көшіп келерміз дейді. Тибет кете салысымен Берак әлдекімге телефонмен хабарласады. Берак, Тибет мені өзіне тұрмысқа шығуға мәжбүрлеп жатыр. Мен оны жек көремін, бірақ амалым болмай тұр. Сен мені құтқаруың керек дейді. Мен бәрін айтуға дайынмын. Тек Тибетпен бір үйде тұрғым келмейді. Сен мені естіп тұрсың ба? Мен бәрін айтып беремін дейді. Кадер алғаш рет мектепке барады. Сол сәтте Илким де мектепке кіріп келеді. Кадер Илкимді құшақтап, әпке, мен сені сағындым дейді. Илким Кадерге, маған бұдан кейін әпке деп айтпа дейді. Хаял, Кадер, сен мені әпке деп атасаң болады дейді. Зейнеп, Илким, Кадер сенен бірдеңе тартып алуға тырысып жатқан жоқ дейді. Илким, ол тартып алуға тырысып жатқан жоқ, өйткені ол менің үйімде тұрады. Ал қазір менің мектебімде оқиды. Мен басқа үйде тұрамын, ол менің үйімде жүрген кезде дейді. Серхат Илкимге, сен қалай қалайсың, солай істейік. Егер сен мені кешірсең, мен соны жасаймын дейді. Маған сен және Хаялдан басқа ешкім қымбат емес дейді. Қаласаң әлеуметтік қызметтер келіп, Кадерді алып кетсін, сен соны қалайсың ба дейді. Илким, қаламаймын. Кадерді әлеуметтік қызмет алып кетпесін, обал болады дейді. Серхат, сені солай жауап беретінді білдім. Сен ақылды қызсың, мен сені сағындым дейді. Илким Зейнептің кабинетіне келеді. Мені шақырдыңыз ба, мұғалім дейді. Зейнеп, иә, отыр. Илким, мен істедім, тәртіп бұздым ба, әлде ережеге қарсы бірдеңе жасадым ба дейді. Зейнеп, жоқ, мәселе онда емес. Сенің жүзу жаттықтырушың саған алаңдап жүр. Илким, неге алаңдайды? Менің нәтижелерім жақсы дейді. Зейнеп, мәселе нәтижеде емес, сенің өзіңде. Сен өзіңді қатты қажытып жүрсің, өте көп жаттығасың. Сен ешкімге ештеңе дәлелдеуге міндетті емессің дейді. Зейнеп, ондай болса қуаныштымын. Мен сенің жағдайың жақсы болғанын қалаймын дейді. Илким, менің анам маған өте жақсы қарайды дейді. Берак Илкимді мектептен алып кетуге келгенде Хаялды көреді. Берак Хаялға, қызым, сен мүлдем диета сақтамайтын болыпсың. Қаласаң өзің біл, бірақ болашақта сен ғашық боласың. Ал егер ол жігіт сен емес, басқа әдемі қызды таңдаса, не істейсің дейді. Хаял, мүмкін ол мені таңдайтын шығар дейді. Берак, қызым, өмір өте қатал дейді. Сол сәтте Зейнеп Беракқа келіп, сен тағы да Илкимге қысым жасап жүрсің бе? Ол чемпион болсын деп? Сенің оны бұлай қинауға құқың жоқ дейді. Оның уайымының себебі сенсің. Ол әлі де сенің Серхатпен некелескеніңе шок болып жүр дейді. Зейнеп, егер сен қыздарыңа қысым жасамасаң, бұның ешқайсысы болмас еді дейді.